Ассаламу алейкум, меня зовут Мирзаев Расим. Я буду биться в городе Семей на Азиа-74. Перед боями мы тренируемся 2 раза в день, тренировки делаем. А так вот, до боя, мы поехали на сборы в Осетии. В Осетии очень хорошо подготовились. Я спарринговался с бойцом Есей. Сейчас в данный момент он 5-й номер. Я очень хорошо подготовился, прилетел вот сюда, в Алмату. В Алмате здесь тоже начал готовиться. Был на Бутаковке, на сборах со Суагаем. Здесь ему помогали. Там был Абунур Болат, также я с ним спарринговался. И я думаю, я очень хорошо готов к этому бою. Просто надо выйти в клетку и показать себя, на что я способен. Я когда пришел, мне царь говорит. Не царь он. А твое имя что значит? Мое имя на арабском что-то значит. На арабском значит, что я выиграю. Хороший человек. Форма вообще на высшем уровне, я думаю. После последнего боя я сделал очень много выводов. Было много ошибок. Я исправил все свои ошибки. Иншаллах, в клетке я покажу, на что я способен. И покажу, в какой я форме. Расим в хорошей форме, очень мощной форме. Все сборы прошел, физподготовку прошел. Сейчас он в хорошей форме, сейчас весь сделает, иншаллах, и достигнет любого. В случае победы я хочу двигаться уже к поясу. Пояс сейчас у Дастана. И посмотрим, что будет в следующем году. Я буду идти к поясу, пояс один, и без разницы, с кем уже драться. У него чемпионские амбиции, иншаллах, он заберет пояс. В конце следующего года, иншаллах, он заберет пояс. Я уверен. В случае победы есть имена, которые он назовет? Дастан. Я тебя против Дастана отправлю. Я говорю, есть имена в случае победы, которые ты назовешь? Ну, знаешь, я хочу за пояс газануть. Не в этом году, если даже в следующий год, я же максимум в следующий год, иншаллах, я буду за пояс газовать. Сейчас посмотрим после этого боя, кто захочет вообще драться, видишь, со мной. Пока что посмотрим, что будет. А так пока тренируемся, ждем своего времени, свой час звездный. Дарлин. Будь чемпионом в бизнесе. Доверь рутину Дарлин. Подготовку начали как месяц, подходим к лучшей форме. У нас каждый день, в день 2 раза тренировки, до боя осталось 10 дней. Стараемся подойти к этому бою в лучшей форме. Наши тренера Урас Агай, Эдуард Агай, Вадим Агай и Нуржан Агай, по ММА тоже тренер, всегда помогает. И пацаны с Расимом отрабатываем всегда Расим рядом, у него тоже бой должен быть. На сегодняшний день 8 из 10, моя форма, так скажем, осталось еще 10 дней. Сделаем до 100% и выйдем в клетку, покажем шоу. В этой лиге, наверное, некоторые бойцы смотрят на мой рекорд, что думают, что я мало боев провел или у меня уровень не такой. Ну, я сам в себе уверен, и я знаю, что как минимум до пояса я могу дойти. После боя, иншаллах, если выиграю, закинем пару вызовов. Я его один бой только видел крайний с нашим сокомандником, и все. Так как мы болеем за своего, из-за этого я смотрел его бой, болели за него. А так я его бои не изучал, не смотрел, в чем хорош, какое преимущество там может быть у него. Я считаю, что я на голову выше, чем он. И вы это увидите в клетке. Сахабанов қазір күреске тартып көреді ме қарсыласын? Тізені қайта мазалауды жоғарақ емес. Бірінші раундта тізесі неге пайдаланбады?
Сақабанов. Осы маған қызық болып тұрған. 3-ші. Мінекей аяғын жақсы алды. Осыдан алалар екен, алалады. Бар тейдаун. Жақсы тейдаун. Жауап. 1 минут 7 секунд уақыт қалған кезде Сақабанов үлкен биіктікке көтеріп тейдаун жасады. Өзім соңғы ойымнан кейін енді өте көп ошибкаларға өте көп жұмыс жасадым. Енді ондай сәттерді қайталамаймыз деген ойдамыз. Тренировка қазір уақытта көріп тұрғандарыңыздай Сақпро Тим командасының қолдауымен, айта кетерліктей Дәулет ағаның қолдауымен Сақпро Тим командасында өтіп жатыр. Жаттығу 2 уақыт үздіксіз дайындық үстіндеміз. Шамамен 1 айдан асты, алла бұйырса. Осы жаттығымызды сол жақта көрсететініміз деген ойда. Осында Дәулет ағаның жәнегі жақсы мықты спортсмендердің қолдауымен Сақпро Тимді жақсы танымал жігіттердің қолдауымен жалпы атын айтап түсіндірмей қойып барлығы десе болады. Бір жаман соперниктерге бақ. Беттері бұзыр. Біреуін көрсет қой. Өз формамды енді қазір бұрынғыдан да мүлдем енді өзгеше жақсы дайындықтамын. Өйткені бұл сияқты тренировканы әлі осы уақытқа дейін көрген жоқпын. Бірақ 100% дайынмын деп айта аламын. Ешқандай травмасыз, салмақтың өзі идеальный ғой. Сопернигім жалпы осал емес, көрдім, 1-2 бойларын жақсы соперник. Ең бастысы әдемі бой көрсетеміз деп ойлаймыз. Самый главный жарақатсыз және дұрыс салмақ болып келсе, тағы да тура жақынаған ауысып кетпей. Где-то что-то моменттер болса беріп істеңдер, хорошо? Тұрғызып, қайтадан қолатып кішкене жұмыс жасасын больше. Так, Ерзат, қол аяқ. Нұрзат, стенада күресет, торда. Ерзат Сақабанов бізге Сақпро Тим залына арнайы оқуға жаттығу жиынына келді. Жекпе-жек алдында бұйырса 28 маусым Семей қаласында Найзаның кезек турнирында жекпе-жек өтетін болады. Князь Яковлев деген спортшыға қарсы. Соған арнайы осы біздің орталығымызда қазір сбор өтіп жатыр. Бүгін міне тестовый тренировкасы болды, сынақ жаттығулары. Бәрінен жақсы өтті. Енді тек қана алдыда салмақ қуумен және тактикалық дайындықпен айналысатын боламыз. Бұйырса 28 маусым Семей қаласында Ерзаттан бір жарқын жеңіс күтіңіздер. Ассалаумағалейкум. Бізде тест өтіп жатыр, короче. Ортада жарысқа қатысушы бала қалады. Соны 1 минут сайын басқа соперниктер ауысып отырады. Ерзат, қарашы, өзіне ақын айналып көріп Соперник жалпы бағалауға болмайды, бірақ осал тұстары бар. Оны Дәулет аға екеуміз қазір біраз план құрып жатырмыз. Алла бойда көрсетеміз деген ойдамыз. Енді 61-де тіпті 57-ге түсемін ба деген ой бар. Өйткені негізі бұрынғы жарыстарымда 57 салмақ дәрежесінде өнер көрсеткем. Сондықтан сол жаққа түсуім мүмкін. Бірақ әзірге 61-де қаламыз. Әзірге ешкімді атап өтпейік. Бірінші осы бойды көрейік, одан кейін келесі кезек келеді деп ойдамыз. Өз қаламда болып жатқан ол жерде өзімнің қолдаушыларым бар, өзімнің тағым қысып отқан жанкүйерлерім сол жақта, сондықтан ол жақта өте жоғары қолдау күтемін деген ойдамын. Нақты әзірге досрочно ұтам деген ешқандай ой жоқ. Бірақ енді мүмкіншілік келіп жатса, кез келген хоть самбишн, хоть ударка бой көрсетеді ол кезде. Бірақ өзім настроен 3 раундтық жекпе-жекке. Сен мына жаққа кеттің ма? Маған пілмен жоқ ұстайды. Ебақ. Жұлдыз еместен кезде ұялдым ғой. Мен до и после тұрмын ғой. Нормально, Аллаға шүкір. Тесттен өттік амансың. Енді салмақ болғаны. Салмақтан өтіп, жақсы бой көрсетіп болды. Құрметті мен жанкүйерлерім, жақындарым, аға бауырларым мен үшін балет етіп, сол аренада болуларыңызды сұраймыз. Шама келгенше жанкүйер болайық,
тек қана маған емес, қазақтың мықты батырларына жанкүйер болыңыздар. Сол 74 турнирі ең әдемі, ең жақсы бой болады деген, турнир болады деген ойдамын. Сондықтан келіңіздер, көріңіздер. Достар, біздің ұжымымыз мына жерде енді түні күні ұйықтамай жұмысын жасап келатыр. Оның мен соны көре отырып, сіздерден бір нәрсе сұрағымыз келеді. Мына видеоларды көре тұра, сіздер көптеген көрсетілім бересіңдер, бірақ кейбірлерің жазылмай қаласыңдар және пікірлерің жазбай қаласыңдар. Сіздерден сұрайтынымыз, жазылыңыздар, мына қоңыраушаны басып қойыңыздар және де пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Біздер үшін ол өте керек нәрсе. Сондықтан күтеміз.